Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, нәзік, дәмі тіл үйретін бөлгелер жасайтын боламыз. Жасалу жолы қарапайым, өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Булочкамызды жасау үшін қажетті заттар тізімін описанияда грамдармен жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен біз аппара дайындап аламыз. Ол үшін сұйық массаларымызды біріктіріп алатын боламыз. Яғни сүтімізді, суымызды, сұйық майымызды қосамыз. Видеоның астында қанша грамнан қажет екендігін міндетті түрде жазып қалдыратын боламын. Келесі кезекте тұзымызды, қантымызды және дрожжамызды қосып араластырып аламыз. Мұнда тұз бен қантты ерітіп алатын боламыз. Сүтіміз бен суымыздың жылы болуы өте маңызды. Егер жылы болмайтын болса, дрожжамыз реакцияға түспей қалады. Салқын суда дрожжа мүлдем реакцияға түспейді. Ыстық суда дрожжамыз күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін жылы күйде тұрған сүт пен суды қолданыңыздар. Ерітіп болғаннан соң, келесі кезекте ұнды қосып, кішкене араластырып жібереміз. Бетін жауып, шетке қойып қоятын боламыз 10-15 минутқа. 10-15 минут уақыт өткеннен соң, осылай бетінде шапочка пайда болады. Яғни дрожжамыз реакцияға түсті деген сөз. Егер сізде де шапочка пайда болмаса, дрожжаңыздың жарамсыздығын білдіреді. Келесі кезекте ұн қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырдың иін толық қандырыңыздар. Егер ие дұрыс болмаса, қамырымыздың көтерілмей қалуы мүмкін. Қамырымызды илеп дайындап болғаннан соң, бетін жауып жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз ашып дайын болғаннан соң, бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Өзіңіз қалаған бөліктерге бөлсеңіз болады. Үлкен, кішкене, өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Мен бұл қамырды 12 бөлікке бөлдім және де орташа көлемді булочкалар шықты. Егер сіз қаласаңыз 15-17 бөлікке бөлсеңіздер болады. Қамырды түсіріп аламыз ыдыстан және де қолымызға сұйық майды жағамыз. Қамырымызбен жұмыс жасау ыңғайлы болуы үшін және де үстелдің үстіне де азын-аулақ май жағып жібереміз. Қамырларымызды бөлшектерге бөліп, дөңгелек формасына келтіретін боламыз. Формаларын дайындап болғаннан соң, кем дегенде 5-10 минут көлемінде
Бетін жауып қойыңыз. Сонда кішкене қамырымыз демалып, қайта көтерілетін болады. Қамырларымыз кішкене тұрғаннан соң булочкаларды түйуге кірісеміз. Видеода көрсетілгендей сердечко түрінде түйсеңіз болады. Ішіне сіз қалаған заттарыңызды салып түйсеңіз болады. Түйу әдісі барлығы өз қалауыңызға байланысты. Жүрек тәрізді етіп түйу үшін алдымен қамырымызды сопақша тәріздес етіп жайып аламыз. Барлық шетін бірдей етіп жаюға тырысыңыз. Бір шеті қалың, бір шеті жұқа болып қалмасын. Толық жайып алғаннан соң бетіне 1,5 шай қасық қант сеуіп шығатын боламыз. Қантымызды сеуіп алғаннан соң ораймыз. Видеода көрсетілгендей ораңыздар. Қатты басып ораудың қажеті жоқ. Қатты басып орасаңыздар қатпарлары көрінбей қалуы мүмкін. Бір шетін екінші шетіне солай біріктіріп аламыз да ортасынан кесеміз. Міне біздің жүрек тәрізді булочкамыз дайын. Байқасаңыздар, жасалуы өте қарапайым. Бөлкелеріміздің салмасы, түйу әдісі барлығы өз қалауыңызға байланысты. Өзіңіз қалай қаласаңыз, дәл солай түйіп, салмасын салып жасай берсеңіз болады. Өте дәмді шығады. Мен бөлкелерді түйуде салмасына қантты, изюмді және макты қолдандым. Тек қана қантпен жасасаңыздар да өте дәмді бөлкелер шығады. Барлық қамырдан осылай бөлкелердің формасын дайындап, түйіп аламыз. Және де бетін жауып 10-15 минут көлемінде ұстай тұрамыз. Осы уақытта пешті қосып қоюды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Булочкаларымыз кішкене демалып алғаннан соң қайта формасын үлкейтетін болады. Жұмыртқаның сарысын түсі үшін жағамыз. Жақпасаңыздар да өте әдемі болып шығады. «180 градуста 20 мен 35 минут аралығында пісіп шығады. Сіз өз пешіңізге қарап пісіріп аласыз.
Міне біздің булочкаларымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.